Сол енді о жақтағы хабарлар. Енді анау әлгі бір телеканал сендерге қоқырлық жасап жатыр деп бір жазып жүрсің. Ол не әңгіме? Ол мына мен әлгі астарлы ақиқат дегенді білесіз ғой? Білмейді екенмін. Әйтеуір сондай бір бағдарламалар бар деп естимін, өмірі көрген жоқпын. Сол астарлы ақиқат дегенге біз жазғалы бір ай болған ғой. Осы бір айдан асты бәріне жазып жатырмыз. Ана көремізге жаздық, астарлы ақиқатқа жаздық. Сонымен бір айдан бері қарай үмітіміз үзіліп сөйтіп отырғанбыз. Осы бір-екі күннің ішінде бұлар бізге хабарласты, біз көмектесеміз. Қызыңды әкеп беруге біз мойнымыз қаламыз деп. Сонан кейін біз қуандық та жарайды деп қуанышымыз қойнымызға сыймай шақырдық бұларды. Бұлар үйге келді, барлық нелерді сұхбат алды, түсірді, бүткіл документтеріміздің бәрін тартып алды, кетті. Содан барлық болған жағдайларды ақпаратты алды, машинамен кетті 3 адам. Бір қыз, бір тартатын несі бар. Сонымен қайтадан қалаға ертесі күні шақырды, бір адвокатпен кездестірді. Сонымен жаңағы әлгі ДНК қан сараптамасын аудартып, орысшаға аудартып, мен оны байқамаппын, орысшаға аудартып саптық, өзіміз қазақ боламай жүріп. Содан сол ДНК қан сараптамасын неғып, үйге келдік. Келгеннен кейін ертесі күні бұлар бұрмалап, әртүрлі болмайтын нәрселерді сұрап, сөйте бастады. Одан ертең бір күн деп соза бастады. Сонан кейін біз күмәндандықта шықпаймыз дедік. Шықпаймыз десек, бұлар бізді жаңағы бопсалап, қорқытып, келмесең 2 миллионнан, әйелің 2 миллион, өзің 2 миллион ақша төлейсің, келмесең сотқа берем, сотта кезігек деп, сонымен сөйтіп бопсалап, сөйтіп жатыр бұлар. Қорқытып, қысым түсіріп, қысым арқылы. Содан ана жаңағы журналист қыздар да келіп сөйтіп қысым түсірді. Неменеде, телефонда. Содан ана Дина деген, Дина төлеп берген. Барлық аудиосы бар менде жазылып тұр. Өстіп хабарласып, біз сіздің қызыңызға көмектесейік деп едік. Сіз келмеймін деп, сіз келмесеңіз де, келсеңіз де, мен мына бүтін жылап сықтаған сұхбатыңызды сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да таратамын, Қытай жаққа таратамын. Сіз ана Қытайда сотталыпсыз ғой дейді. Ана мен әлгі Қытайда лагерге кіріп шықтым ғой үйренуге. Сені қамады ғой лагерге? Лагерге қамады. Соны жаңағы сен Қытайда қамалыпсың ғой, дейді. Қамалдым ғой, мен емес, миллион қазақ қамалып жатыр ғой о жақта. Сөйтсем жаңағы мені қорғайды екен деп мен қуанып жүрсем, олар қорғамақ түгілі жаңағы мені бопсалап, сол арқылы тіпті әуелі кінәлі адам сияп қаралап жатыр ғой сонда. Қалай сонда? Сонда сен ана Қытайда сотталған қылмыскер деп дәлелдемекші ғой бұлар. Сол сөйтіп жатыр ма, әйтеуір жаңағы сен келмесең, өстіп 2 миллионнан 4 миллион ақша төлейсің, сотқа береміз, сен Қытайда қамалыпсың, андай мындай деп әуелі мені қорғамақ түгілі о жақта лагерде шыққан. Мен қорғайды екен деп жүрсем, бұлар тіпті жала жауып мені кәдімгі сөйтіп қоқанлық көрсетіп, өздеріне жаңағы сөйтіп жатыр ғой бұлар. Онысын айтпадың ба, концлагерге 2,5 миллионнан артық қамалды. Бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымы оны концлагер деп атады. Нақақ қамады деп санкция жасап жатыр Біріккен Ұлттар ұйымы. Қанша мәрте? Айттым мен соны жаңағы. Ой, мен қамалғаным рас қой. Қамалдым сол жерде, үйренуді жаттым, сотталдым. Оны баяғыда 1 айдан бұрын мен қолы күсін жаңағы маған жала жауып заңсыз құжатталандың деп мен лагерге қамағанын, соттағанын, әйелімді бопсалағанын, әйелімді денеған бүткіл бәрі тұр ғой. Мен осы жерде жаңағы жүргенім әзір 1 айдан асты ғой деп мен айттым, шығарыңыз бол, мен қорықпаймын еш нәрседен, шығара беріңіз десем, Қытай жаққа мен жіберемін, мына үйдіңді жылаған, сықтаған үйдіңді бүгінгі бізге берген барлық нені Қытай жаққа жіберем. Жіберсең жіберді. Мен өтірік емес қой о жақта. Бүтін мен емес, миллион адам о жақта қиналып, сондай шырқырап